Трейдингті айналысып жүріп, қалай мен $1000-дан құр қалдым. Жалпы ол ситуация былай болды негізінде. Мен $500-ға ашқан болатынмын, сделка баға жоғары кетеді деп, 59 мың, биткоин 59 мыңда тұрған кезде баға жоғары кетеді деп ашқан болатынмын. Және де енді бізде минусқа кетпейтін стратегия болғаннан кейін ол $500-ды біз страховать етіп қойған болатынбыз. И ары қарай мен күткен болатынмын. Және де арадан бір күн өтті. То есть биткоин сол кезде боковик кетіп жатты. Сол боковик кеткеннен кейін ары қарай мен бір күн күткеннен кейін шыдай алмай, ол $500-ды мен шешіп алған болатынмын. Өйткені баға қатты көтерілмеді, наоборот бір шортқа кететін сияқты болды. Мен позициямды ауыстырамын деп ойладым сол моментте. Өзімнің $500-ымды, баяғы $500-ымды қайтарып шешіп ала салдым. Сол мен шешіп алған моменттен жарты сағат өткеннен кейін резко биткоин 63.500-ге дейін көтерілді. Ол деген сөз 200%-ке көтерілді деген сөз. 200% деген сөз $500-ға 200% қосатын болсақ, ол бізде $1000 болады. Сөйтіп мен $1000-дан құр қалдым былайша айтқанда. Бір күн еще мен күттім, бір күн уақытым кетті. Именно мен шешкен кезде өкінішке орай баға көтеріліп кетті. Мен до конца күткенде сол жерде үстінен $500 үстінен плюс $1000 көруші едім. Жалпы трейдингта осындай жадыныс деген болады. Осы жадынысты негізі психологияны дұрыс сақтап торговать ету керек. Мен жалпы өзім қаншама адамдарға психология жайлы өзім учениктарыма үйретсем де, өзім де кейде осындай ситуацияларға жалпы тап болып қалып отырамын. Жалпы менің учениктарым негізі көп жағдайда өкініп жатады, тура осындай ситуациялар көп болады бізде. Бізде енді минусқа кетпейтін стратегия болғаннан кейін пайдамен жауып отырады. Пайда мысалға $100, $200 салса, үстінен $20-30 пайда көреді. И шешіп алған кезде көп жағдайда жаңағыдай одан да жоғары көтеріп кетіп жатады да. Неге мен ерте шешіп қойдым деп. Көбісі біздегі учениктар, жалпы біздің схемамен жасайтын жалпы трейдерлар, то есть барлығы дерлік осындай өкініштеріміз болады біздің. Жаңағыдай бағаны неге ерте жауып қойдым деген сияқты. Енді кейбір кезде болады, әрине біз енді графикке қарап отырамыз, одан да бөлек. Баға кей кезде қуанамыз, яғни біз шаққан кезде наоборот баға түсіп бастайды да, ондай жағдайда, конечно, қуанамыз. Бірақ көп жағдайда осы трейдингпен біз айналысып жүрген кезде көп осындай қызық жағдайлар болады да. Біз шешіп алған моменттен бастап көтеріліп кетіп жатады, көп жағдайда. Не болмаса біз ақша салып қойған сәттен бастап именно баға көтерілмей тұрып алады да бір орында. Не минусқа кетпейді. Минусқа кетсе де бізге жақсы негізінде. Өйткені минусқа кеткен сайын бізде страховкалар болады ғой. Сол страховкалар сақтап бізді плюсқа шығарып отырады да. Ол керемет. Бірақ бізде көп жағдайда андай бір орында тұрып қалатыны жаман болады да. Яғни $1000 арасында бүйтіп тұрып қалса, бізде скорее всего не пайдаға шықпаймыз, не минусқа қатты кірмейміз, былайша айтқанда күтіп қаламыз. Жалпы айтайын дегенім осы табысты стратегия туралы айтып жатқам. Жалпы осы стратегияны қолданып жүрген кезде осындай қызықтар болады деп сіздерге айтып жеткізгім келген. Жалпы осы ақпарат қызық болған болса, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және де осы стратегия жайлы толық ақпарат білгіңіз келсе, осы стратегиямен ақша тапқыңыз келсе, онда міндетті түрде маған тіркеліп алыңыз. Инстаграм парақшама тіркеліп алыңыз. Инстаграм парақшама жекеге жазсаңыз, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Одан бөлек осы YouTube арнамызға тіркеліп жүріңіздер. Және де TikTok арнамызға да тіркеліп алыңыздар.